Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы соғыстан кейінгі кезеңдегі Қазақстанның экономикалық жағдайы. Кеңес одағы соғыстан экономикалық жағынан әбден әлсіреп шықты. Елімізде 32 мыңнан астам өнеркәсіп орны, 100 мыңнан астам ауыл шаруашылық өнеркәсіп орындары үлкен шығынға ұшырап, олардың көбісі мүлдем жойылып кетті. Ленинград, Сталинград, Киев, Минск сияқты қалалар жермен жексен етілді. Халқымыз 30 миллионнан жуық адамнан айырылды. Халқымызда өндірістердегі жұмыс орны жетіспегендіктен кеңес үкіметі, кеңес армиясынан ірі мөлшерде демобилизация жүргізе бастады. Алғашқы демобилизация 1945 жылдың қыркүйек айында өтті. Бұған алғашқы қатарда солдаттар, жасы ұлғайған офицерлер, мұғалімдер, агроном инженерлер, ауыл шаруашылық мамандары жіберілді. Осылайша 1945-46 жылдар аралығында кеңес армия қатары 8,5 миллионға азайды. Бұл жылдар Қазақстанға да өте көп зардабын тигізді. Қазақстандағы зауыттар мен өнеркәсіп орындарда жұмыс күші өте жетіспеді. Бұл жағдай бірнеше себепке байланысты болды. Сол себептердің бірі ол Қазақстанға соғыс кезіндегі қоныс аударған көптеген мамандардың өз елдеріне оралуы. Қазақстандықтардың соғыс шебінде қаза болып, үйлеріне оралмауы. Сонымен қатар зауыттардағы жұмысшылардың біліктілік деңгейі төмен болуы да жатады. Бейбіт өмірдегі халыққа қажетті заттарды шығаруға көшті. Қазақстандықтар фашистік оккупациядан зардап шеккен аумақтарға өз көмегін аямады. Сталинград, Ленинград сияқты фашистік оккупациядан зардап шеккен аумақтардың шаруашылығын қалпына келтіруге қазақстандықтар белсене қатысты. Тек 1945 жылы ғана Қазақстаннан Украинаға 500-ден астам трактор және басқа да ауыл шаруашылық техникалары, 140-тан астам паровоз, 100-ден астам ауыл шаруашылық мамандары жіберілді. Фашистік оккупациядан зардап шеккен аудандарға 500 миллионнан астам ірі қара мал, қой, жылқы жеңілдетілген бағамен сатылды. Сондай-ақ тегін көмектер де көрсетілді. Соның ішінде 17 мыңнан астам ірі қара мал, 22 мың жылқы, 350 мыңнан астам қой жіберілді. Өз кезегінде кеңес үкіметі де Қазақстанның шаруашылығын және мәдениетін дамытуға атсалысты. Осылай біртіндеп кеңес одағының экономикасы өз қалпына келе бастады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Аман сау болыңыздар.